Сен әлеуметтік бағытты ұстанған кәсіпкер болуға шешім қабылдадың. Жарайсың. Ендігі басты мәселе өз ісінің бизнес жоспарын жасау. Жоқ, бұлай болмайды. Бизнес жоспар кез келген бизнестің табысқа жетуінің басты шарты. Бұл әр кәсіпкердің жеке әрекет нұсқаулығы. Сен әлеуметтік бағытты ұстанған кәсіпкерсің деп елестейік. Сенің жиһаз құрастыратын цехінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар жұмыс істейді делік. Яғни, сен физикалық немесе менталдық ауытқулары бар адамдарды жұмыспен қамтып, олардың өмірін жақсарту туралы идеяң мен мақсатыңды жүзеге асырдың деген сөз. Кәсіпті жүргізу үшін әрі қарай өнім мен тұтынушы туралы ойлану керек. Яғни, сен шығаратын жиһаздың сапалық деңгейі бәсекелестердікінен кем болмауы тиіс. Тұтынушылар сенің қарамағыңда ерекше қажеттіліктері бар адамдар жұмыс істейтінін білсе де, сенің өніміңді жаны ашығаннан немесе аяушылықтан сатып алмауы керек. Осының бәрін түсіну үшін міндетті түрде нарыққа талдау жүргізіп, бәсекелестер не шығарып жатқанын, оның бағасы қандай екенін және сатып алушыларға не ұнайтынын анықтап алу керек. Жарайсың, бизнесің алға басты. Жұмыс ауқымы артып, жұмысқа жаңа қызметкерлер алып, оларды оқытып, үйрете бастадың. Бұл сенің ресурстарың. Қосымша станоктар сатып алу үшін түскен пайданы жұмсайсың, немесе банктен несие не болмаса грант аласың. Мұның бәрі сенің қаржың. Бизнесің кеңейіп, сенің идеяң мен мақсатың ойдағыдай жүзеге асу үшін сен қаржыңды басқара алуың керек. Кез келген кәсіпкерлер сияқты, сен мерзім туралы ұмытпауға тиіссің. Тапсырысты уақытылы орындап, еңбек ақыны өз уақытында төле. Сонымен, бизнесіңді дамыту үшін қажет бизнес жоспарда мыналар қамтылуы керек. Идея, мақсат, өнім, тұтынушы, ресурстар, қаржы, мерзім. Реті туралы осындай болу шарт емес. Маңыздысы, сен осының бәрін біліп, оны бизнесте жүзеге асыра білуің.